Ал армысыздар қазақтар. Елге сәлем атты әнге дуэт жазып ролик шығарғам ғой. Соған анау шебөр мұсылмандар қызыл тамақ болып, ақ ит ауыздарынан кіріп, көк ит шығып, қызыл кеңірдек болып өліп жатыр. Енді түсінікті, қайыр садақадан қалайын деп тұр ғой, енді кәдімгідей жетеміз оған. Ол қайыр садақадан қалады, өйткені исламда 3-7-40 жылы асы деген жоқ. Оған муфтиларды, имамдарды, молдаларды қазақ шақыру дұрыс емес. Өздеріңіздің молдаларыңыз шақырыңыздар, өздеріңіз оқыңыздар. Одан кейін жамиге садақа берудің қажет жоқ. Жетім жесір, жарлы жақыбай өздеріңіз тауып беріңіздер. Ол енді түсінікті. Оған келеміз, ақиқаттың алыс емес. Мен мына нәрсені түсінбеймін да. Сіздер мұсылмандар өліп жатсыздар ғой. 5 уақыт сәлатты бастарыңыз жерге ұрып, көттеріңізбен аспанға қарап, ана хор қыздарды армандап, ана әр әлжума сайын жамилерге барып, жамағаттарыңызбен кәдімгідей өліп, анау үйленесіздер, талақ етіп, лақтырып кетеді, тастап кетесіздер. Сізге сол Мұхаммед Расул не істеді? Қазақ үшін Мұхаммед Расул не істеді? Қазақ ұлты үшін ол не істеді? Сонда сіздер тағы айтасыздар, ой, тәңіршілер жексенбі күні арақ ішеді, онда мынау деп. Бізде арақ деген ол алкоголь емес, ол ар және ақ, ардың жасушасы. Сіздер армысың дегенге қарсы шығып жатсыздар, өйткені сіздерде ар жоқ, намыс жоқ. Сіздерге тек бүйтіп кету, лақтырып кету, алдап кету, сойып кету, өлтіріп кету, зорлап кету, артынан тығып кету, басына, аузына тығып кету, көзіне тығып кету, мұрнына тығып кету, тек сондай. Сонда сіздің адамдылық бар, сол Мұхаммедтен үйренгендеріңіз барыңыз сол ма? Ауызбен көт па сонда? Соған өліп баратсыздар ма сонда? Ауызбен көттен айырылып қаламыз деп. Бұл айуандыққа да жатпайды ғой. Бұл амеба деген жасуша бар. Оған керек емес мынау сана, ми, ол ары қарай өсемін, аяқ қолым болсын, жаңағыдай басым болсын, денем болсын, терім болсын, асқазаным болсын, ішек құрылысым болсын, жүрегім болсын, бауырым болсын, өкпем болсын. Оған керек емес. Ол бірақ жасуша, ол жит шат. Бар армандарыңыз сол ма сонда?